күн қымбатты достар. Мен Ведзижева Тамара Мустафаевна. Менің ұлтым ингуш. Мен Қазақстанда дүниеге келдім. Және өмір бойы осында тұрамын. Мен бұл елден ешқашан кетпеймін. Қазақстан менің отаным. Мен еңбек жолымды мәдениеттен бастадым. Қазіргі уақытта Боланды аудандық мәдениет үйінде Сердало халық ингушби ансамблінің хореографы болып жұмыс істеймін. Мәдениет мен үшін жай ғана мамандық емес, менің жан дүнием. Мен қазақ әндерін өте жақсы көремін және қуана орындаймын. Бір шаңырақ астындағы халқымыздың бірлігі мен ынтымағы үшін қазақ халқына үлкен алғысымды білдіремін. Қазақстан достықтың символы. Ал қазақ тілі өте әдемі, бай тіл, үйрену оңай. Мен Мұхтар Әуезов, Ыбырай Алтынсарин, Біржан Сал, Шәкір Әбенов, Абай Құнанбайұлы сияқты қазақ ақындары. Мен жазушыларының шығармашылығын жақсы көремін. Абай Құнанбайұлы әлемдік деңгейдегі аса көрнекті қазақ кемеңгері, ақын, аудармашы, композитор. Ол еліміздің тарихында өшпес із қалдырды. Ұлы ақын қазақ халқының тынымсыз оқылу мен дамуын, өркендеуін тіледі. Биыл еліміз осы ұлы ақынның 175 жылдығын атап өтуде. Абай шығармалары қазір де өзекті. Өзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Құрметті қазақстандықтар, бейбіт өмірдің берекесі, халқымыздың ынтымағы мен бірлігі арта берсін. Өміріміз жарқын, аспанымыз ашық, еліміздің әрбір отбасында рухани жылылық пен молшылық болсын.